Қайырлы күн достар. Бүгін жасалатын тағамымыздың түрі манный каша, яғни таңғы асқа және балаларға таптырмайтын өте керемет тағам, өте жеңіл. Оған біз 3 үлкен ас қасықпен манныйымыз, 1 кесе суымыз және қолдың сүті болса өте керемет болады. Қолдың сүті 1 кружка және қасықтың ұшымен кішкене тұз қосамыз және шай қасықпен 1 кесе ұнтақ қантымызды қосамыз. Видеоны толық қарап отырсаңыздар, қазір сіздерге барлығын көрсететін боламын. Теке достар, қазанымызды газге қойдық. Енді суымызды құямыз. Суымыздың қайнағанын күтеміз. Кішкене ғана қасықтың ұшымен тұзымызды салып жібереміз. Тұз тек кішкене дәмін келтірсе болды. Қасықтың ұшымен ғана қосамыз. 2 кішкентай қасықпен 1 қасық қантымызды да қосып аламыз. Өте тәтті емес, әдемі болып шығады. Қазанымызда жаймен қайнап жатыр. Соған жайлап себетіп тұрып манныйымызды салып пісіретін боламыз. Бұлғап тұрасыздар. Тоқтатпай ғана бұлғап тұрасыздар. Жай-жайдан салып, әйтпесе бұлғамасаңыздар қою түйіршік болып қалады. Манныйымызды себетіп салып, тоқтатпай бұлғап тұрасыздар. Неге манный кашамыз сумен қайнап жатқанда, қоюланып қалғанда, сүтімізді жайлап құямыз. Сүтіміз жылы болу керек. Барлығын жайлап құясыздар. Сүті қайнағаннан кейін осылай жайылып та 15 минут жаймен қайнатамыз. Манный жақсылап пісу керек, сүті таусылғанша. Неке достар, біздің манныйымыз дайын болды. Өте керемет. Пісіп шыққаннан кейін осылай кішкене сарымай салып жіберсеңдер, өте дәмді болады. Осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Өте қою емес, өте сұйық емес, тәтті емес, ащы да емес. Дәмі керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Біздің видеомыз ұнаса достар, лайк басып, комментарий жазып, каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.